Xayrli kun balalar. Bugun sendермен 3-ші сынып 45-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Бірінші есеп. Суретке қара, боялмаған бөлігін көрсететін үлестерді ата. Оларды кему ретімен жаз деп тұр. Бірінші суретке қарайтын болсақ, олардың тор көздерді санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Сонда жалпы тор көзіміз 5-ті 5-ке көбейтетін болсақ, 25-ке тең. Сонда барлығы мына жерде 25 тор көзіміз бар. Енді барлық суреттерге қарайтын болсақ, барлық суретте 25 тор көз бар екен. Енді бізге айтты, боялмаған бөлігін көрсететін үлестерді ата деп тұр. Яғни боялмаған бөлігі олар 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 25 бөліктің 6 бөлігі боялмаған. Сонда біз оны бөліміне 25, алымына 6, яғни 6 бөлігі боялмаған деп жазамыз. Екінші суретке қарайтын болсақ, бөліміне 25 деп жазамыз. Боялмаған бөлігі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни 9 бөлігі боялмаған, оны алымына 9 деп жазамыз. Келесі сурет 1, 2, 3. Яғни үшінші суретте 3 бөлігі боялмаған, алымына 3 бөліміне 25 деп жазамыз. Төртінші суретке қарайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сонда алымына 10, бөліміне 25 деп жазамыз. Келесі сурет 1, 2, 3, 4. Бесінші суретте 4 бөлігі боялмаған екен. Алтыншы сурет 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни алымына 7. 7 бөлігі боялмаған, сондықтан да 7 бөлінген 25 деп жазамыз. Енді бізге айтып тұр. Оларды кему ретімен жаз. Кему десе, үлкеннен кішісіне қарай жазамыз. Сонда бұл жерде ең үлкені, барлығының бөлімі бірде болғандықтан бөліміне қарамаймыз. Ең үлкен сан бұл жерде 10. Сонда 10 бөлінген 25. Екінші санымыз 9 бөлінген 25. Келесі санымыз 7 бөлінген 25. Одан кейін 6 бөлінген 25. Одан кейін 4 бөлінген 25. Одан кейінгі санымыз 3 бөлінген 25-ке тең екен. Келесі тапсырма есептердің шығарылуына қара деп тұр. А нұсқасына қарайтын болсақ, саяхатшылар бір тәуліктің 4/1 бөлігін пойызда өткізді. Саяхатшылар қанша уақыттарын пойызда өткізді? Санның бөлігін табу үшін бұл санды бөлшектің бөліміне бөліп, алымына көбейту керек деп тұр. Яғни бірінші суретке қарайтын болсақ, айтып тұр. Пойыздың 4/1 бөлігін. Мынау пойыздың 4 бөліктің бір бөлігін табуымыз керек. Неше сағат кетті деп тұр. Енді жалпы бір тәуліктің деп тұр. Жалпы бір тәулігіміз, бір тәулік, ол тең болады 24 сағатқа. Осы 24 сағаттың 4/1 бөлігін табуымыз керек. Яғни бұл А нұсқасы. 4/1 бөлігін табу үшін 24-ті бөлеміз, 4/1 бөлігін, яғни 4-ке бөлеміз. Оны көбейтеміз, алымы 1-ге тең болады. 24-ті 4-ке бөлетін болсақ, 6 сағат. Сонда 24 сағаттың 4/1 бөлігі 6 сағатқа тең екен. Келесі А нұсқасы. А нұсқасында саяхатшылар пойызда 6 сағат болды. Бұл барлық жолға кететін уақыттың 4/1 бөлігін құрайды. Саяхатшылар жолда барлығы қанша уақыт болды? Бөлігі бойынша санды табу үшін осы бөлікке сәйкес санды бөліміне көбейтіп, алымына бөлу керек деп тұр. Жалпы, жаңа айттық, бір тәулікте 24 сағат бар. Осы 24 сағаттың 24 сағат 4/1 бөлігі 6 сағатқа тең деп тұр. Енді осы жалпы барлығы қанша уақыт кетті, соны табуымыз керек. Енді біз 6 сағатта көбейтеміз, 4/1 бөлігін табуымыз керек. Сондықтан да 4-ке көбейтеміз. Ал алымы 1-ге тең болады, тең. 6-ны 4-ке көбейтсек 24 сағат, 24 сағатты 1-ге бөлсек 24 сағаттың өзі шығады.
Келесі тапсырма әр пойыздың жолдағы уақытын анықта деп тұр. А нұсқасына қарайтын болсақ, бірінші пойыз 6 сағат жол жүрді. Бұл барлық жүретін жолға кететін уақыттың жартысы деп тұр. Жартысы дегеніміз яғни 2-ден 1 дегенге тең болады. Сонда біз жолды сызатын болсақ, осы жолдың жартысы деп тұр. Яғни жартысы 6 сағатқа тең. Мынау 6 сағатқа тең. Жалпы бізде уақытты табуымыз керек. Қанша сағат кетеді? Енді оны табу үшін 6 сағатты көбейтеміз. 2-ден 1 деп тұр ғой. Яғни жартысы 6-ға тең болатын болса, оны 2-ге көбейтіп бөлеміз 1-ге. 6-ны 2-ге көбейтсек, 12 сағатқа тең. Сонда жалпы барлығы болып 12 сағатқа тең екен. Келесі А нұсқасы. Екінші пойызға 6 сағат жол жүрді. Бұл барлық жүретін жолға кететін уақыттың 4-тен 1 бөлігі, яғни 4-тен 1 бөлігі деп тұр. Оның сызбасын сызатын болсақ, мынау жол болса, осының 4-тен 1 бөлігі. Мынау осы 6 сағатқа тең. Оның біз жалпы барлығын табатын болсақ, 6-ны 6 сағатты көбейтеміз 4-ге, оны бөлеміз 1-ге. Ол дегеніміз 24 сағатқа тең болады. Сонда жалпы барлығы 24 сағат. Келесі Б нұсқасы. Үшінші пойыз 6 сағат жол жүрді. Бұл барлық жолға кететін уақыттың 10-нан 1 бөлігі, яғни 10-нан 1 деп жазып алдық. Енді оның сызбасын сызатын болсақ, жол болса, осы жол болса, осы жолдың 10-нан 1 бөлігі деп тұр. Яғни 10 бөлікке бөлеміз бұл жолды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бөлікке бөлінді. Осы мына 1 бөлігі 6 сағат деп тұр. Ал 10 бөлігін табу үшін біз 6-ны 6 сағатты көбейтеміз 10-ға, оны бөлеміз, алымы 1-ге тең. Енді 6-ны 10-ға көбейтетін болсақ, 60 сағат. Сонда сағат мына жолдың барлығын жүріп өту үшін 60 сағат кетеді екен. Келесі тапсырма есептерді шығар. А нұсқасында пойыз барлығы 36 сағат жол жүруі қажет. Егер ол жолға кететін уақыттың 4-тен 1 бөлігін жүріп өткен болса, онда пойыз жолда қанша сағат болды деп тұр. Яғни, мынау пойыздың жолы болатын болса, осы пойыздың 4-тен 1 бөлігін табуымыз керек. Ал барлығы бізде айтып тұр 36 сағат. Мына 36 сағатқа тең. Біз табуымыз керек 4-тен 1 бөлігін. 4-тен 1 бөлігін табу үшін жалпы 36 сағатты 4-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. Ол дегеніміз 9 сағат. Сонда мынаның 1 бөлігін 9 сағатта жүріп өткен. Жауабы 9 сағат. 9 сағат болады. Келесі А нұсқасында пойыз барлығы 36 сағат жол жүруі қажет. Егер ол жолға кететін уақыттың 4-тен 1 бөлігін жүріп өткен болса, онда пойыз тағы қанша сағат жүреді деп тұр. Енді бізге айтып тұр, барлығы 36 сағат жүріп өтті, 4-тен 1 бөлігі, 4-тен 1 бөлігін жүріп өткен болса, онда пойыз тағы қанша сағат жүреді деп тұр. Яғни осы 4 бөліктің 1 бөлігі белгілі, енді қалған 3 бөлігін табуымыз керек. Енді 4 бөліктің 1 бөлігін табуымыз үшін 36-ны 4-ге бөлеміз. Бұл 9 сағат дегеніміз ол 1 бөлігі. Енді қалған жалпы бізде 4 бөлік болатын болса, пойыздың жолы 4 бөлік болатын болса, 1 бөлігі 9 сағатқа тең болса, қалған мынау 3 бөлікті табуымыз керек. Оны табу үшін жалпы бізде 36 болатын болса, одан 9 сағат азайтсақ 27, яғни қалған 3 бөлігі 27 сағатта жүріп өтеді. Жауабы 27 сағат жүреді деп жазамыз. Жүреді. Келесі тапсырма уақытты анықта деп тұр. А нұсқасына қарайтын болсақ, тәуліктің 4-тен 1 бөлігі. Жалпы бізден 1 тәулік ол тең болады 24 сағатқа.
Оның 1/4 бөлігін табу үшін 24 сағатты бөлеміз 4-ке, сонда ол 6 сағатқа тең болады. Яғни тәуліктің 1/4 бөлігі ол да 6 сағатқа тең екен. Келесі тәуліктің 6-дан 1 бөлігі. 6-дан 1 бөлікті табу үшін бір тәулікте 24 сағат болса, оны 6-ға бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда ол 4 сағатқа тең болады. 4 сағат деп жазамыз. Келесі тәуліктің 8-ден 1 бөлігі. Ол үшін 24-ті 8-ге бөліп, оны көбейтеміз 1-ге. Ол дегеніміз 3 сағат, яғни тәуліктің 8-ден 1 бөлігі 3 сағатқа тең екен. Келесі тәуліктің 3-тен 1 бөлігі, яғни 24-ті 3-ге бөліп 1-ге көбейтетін болсақ 8 сағат. Ол дегеніміз 8 сағатқа тең екен. Келесі А нұсқасы бос орынды толтыр деп тұр. 8 бұл қайсы санының 2-ден 1 бөлігі деп тұр. Яғни мына жерде бос орынды табу үшін мына 8 санын көбейтеміз бөлімдегі тұрған санға. Яғни 8-ді көбейтеміз 2, ол 16. Сонда 8 16 санының 2-ден 1 бөлігі. Келесі 3 саны бұл қайсы санның 9-дан 1 бөлігі деп тұр. Яғни 3-ті көбейтеміз 9-ға, ол 27. Сонда 3 27 санының 9-дан 1 бөлігіне тең екен. Келесі 4 саны қайсы санның 4-тен 1 бөлігі. Яғни 4-ті көбейтеміз 4-ке, ол 16. Яғни 4 16 санының 4-тен 1 бөлігіне тең. Келесі 2 қайсы санның 8-ден 1 бөлігі. 2-ні 8-ге көбейтеміз, ол 16-ға тең. Яғни 2 16 санының 8-ден 1 бөлігіне тең. Келесі тапсырма ұзындығы мынадай кесінділерсіз деп тұр. Яғни бірінші А нұсқасына қарайтын болсақ, 20 сантиметрдің 5-тен 1 бөлігі. Яғни 5-тен 1 бөлік дегеніміз бөлімінде 5, алымында 1 болады. 20-ны 5-ке көбейтіп, алымы 1-ге тең, соған көбейтеміз, ол 4 сантиметр. Яғни оның кестесі 4 көзден тұратын сызбаны сызамыз, 4 сантиметрге тең. Келесі А нұсқасы 18 сантиметрдің 3-тен 1 бөлігі, яғни 3-тен 1 бөлігі. 18-ді 3-ке бөліп 1-ге көбейтеміз, ол 6 сантиметрге тең болады. 6 см деп жазамыз. 6 тор көзден тұратын сызбаны сызамыз. Келесі 12 сантиметрдің жартысы. Жартысы дегеніміз ол 2-ден 1 бөлігі, яғни 12-ні 2-ке бөліп 1-ге көбейтеміз, ол дегеніміз 6 сантиметрге тең, яғни 6 тор көзден тұратын сызбаны сызады екенбіз. Келесі тапсырма, 7-ші тапсырма, шоколадтың суретіне қара, Аля мен Сырым оны қанша тең бөлікке бөлді деп тұр. Яғни біз бұл жерде бірінші шоколадтың неше бөлікке бөлінетінін санап алуымызға, неше бөліктен тұрған санап алуымыз керек. Ол деген 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4. Яғни шоколад бізде 4-ті 9-ға көбейтсек 36 бөліктен тұрады. Ал енді Алия деп тұр. Алия шоколадты 1 2 3 бөлікке бөлген екен. Сонда 36-ны бөлеміз 3 бөлікке. Әрқайсы бөлігіміз 12 бөліктен тұрады екен. Енді келесі Сырым дейді. Сырым 1 2 3 4 5 6. Сырым 6 бөлікке бөліп, 36-ны 6-ға бөлетін болсақ, яғни 6 бөліктен тұрады екен. Енді бізге айтып тұр, тағы қанша тең бөлікке бөлінеді, бөлуге болады деп тұр. Осы 36 бөліктен тұратын шоколадты біз 2, 4, 9, 12, 18, 36 бөліктерге бөлуге болады екен. Келесі тапсырма есепте деп тұр. Бірінші есепке қарайтын болсақ, 60 азайту 7 көбейту 6. Бұл жерде бірінші көбейту, одан кейін азайту амалы орындалады. 60-ты жазамыз. 7-ні 6-ға көбейтетін болсақ, 42-ге тең, 60-тан 42-ні азайтатын болсақ, 18-ге тең болады. Келесі бірінші бөлу, одан кейін қосу амалы орындалады. 32-ні 4-ке бөлетін болсақ, 8, оған қосамыз 15-ті, ол 23-ке тең болады. Келесі бірінші бөлу, екінші қосу, үшінші қосу амалы орындалады. 234-ті жазамыз. 36-ны 9-ға бөлетін болсақ, 4-ке тең, оған 26-ны қосамыз. 234-ке 4-ті қоссақ, 238. Оған қосамыз 26-ны, 264-ке тең болады. Келесі бірінші бөлу, одан кейін азайту, одан кейін қосу амалы орындалады. Бірінші 200-ді жазамыз. 46-ны 48-ді 6-ға бөлетін болсақ, 8-ге тең, оған қосамыз 330-ды. 200-ден 8 азайтатын болсақ, 192-ге тең. Оған 330-ды қосамыз. 522-ге тең болады.
Келесі тапсырма түрлі түсті қағаздан бірдей үш дөңгелек дайында. Бүктеу арқылы оларды бірнеше 2, 4, 8 тең бөлікке бөл. Бүктеу сызығы бойымен қиып ал. Ою немесе өрнектер ойластырып оларды құрастыр деп тұр. Яғни енді үш дөңгелек дайындап алдық. Оларды біз 2, 4, 8 бөлікке бөлуіміз керек. Бірінші дөңгелекте 2 бөлікке бөлетін болсақ, осылай тігінен бөлсек болады. Яғни 1, 2 бөлікке бөлінді. Келесі 4 бөлікке бөлу керек. Яғни 2 рет сызамыз, сол 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлінді. Келесі 8 бөлікке бөліңіз деп тұр. Яғни 4 рет сызып шығамыз, сол 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлікке осылай бөлуге болады. Келесі тапсырма 2004 жылдың ақпан айында 5 жексенбі болды. 2004 жылдың ақпан айы 29 күннен тұрды. 16 ақпан аптаның қай күніне тура келген еді деп тұр. Енді бізге айтып тұр, ақпан айы 29 күннен тұрды. Яғни ол 5-ші жексенбісі болыпты. 29 деп тұр. Енді осыдан бір апта бұрынғы уақыт, одан 7-ні азайтсақ, ол 22 ақпан болады екен. Яғни 22 ақпан. Ал 22 аптадан бір апта бұрын табу үшін одан 7-ні азайтамыз. Бір аптада 7 күн болғандықтан, ол 15 ақпанға тура келіп тұр. 15 ақпан. Келесі, одан алдыңғы бір апта бұрынғы уақытты табатын болсақ, 15-тен 7-ні азайтсақ, 8, яғни ол 8 ақпан. Ал одан алдыңғы жексенбі аптасын табатын болсақ, 8-ден 7-ні азайтсақ, 1, яғни ол 1 ақпан. Енді бізге айтып тұр, 2004 жылдың ақпан айын 29 күннен тұрады, 16 ақпан аптаның қай күніне тура келеді деп тұр. Яғни 15 ақпан аптаның жексенбі күні болып тұр. Яғни жексенбі күні деп айтылып тұр. Жексенбіден кейін дүйсенбі келеді. Яғни 15-тен кейін 16 ақпан. Яғни 16 ақпан аптаның дүйсенбі күніне тура келді. Жауабы 16 ақпан дүйсенбі күніне тура келеді деп жазамыз. Сонымен бүгінгі 3-ші сынып 45-ші сабақ аяқталды. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.